Ресейде жалғасып жатқан мемлекеттік сапарында қазақ басшысы Кремль аумағындағы белгісіз жауынгер бейіті ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. 1 минут үнсіздіктен кейін Қазақстанның әнұраны ойналды. Содан соң құрмет қарауылы еліміздің ресми делегациясының алдынан салтанатты түрде сап түзеп өтті. Одан ары Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған делегацияны қарсы алу рәсімі өтті. Кремльдің Георгий залында қызыл кілем төселіп, екі елдің байрағы қойылған. Ресей президенті қадірлі қонағы қазақ басшысын қарсы алып, қол алысып амандасқан соң екі елдің әнұраны ойналды. Қос президент қаздай тізіліп тұрған екі елдің үкімет мүшелерімен танысып амандасып шықты. Ресми кездесу екі президенттің өзара және кеңейтілген форматтағы кездесулерімен жалғасты. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно. Торговля. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель. И в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели. Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции и сотрудничестве с Росатом. Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенции. Сондай-ақ дәл осы күні Орал қаласында Қазақ-Ресей аймақаралық ынтымақтастық форумы өтіп жатыр. Онда Қазақстанның сауда министрі Арман Шаққалиев Ресеймен тауар айналымын 30 миллиард долларына дейін жеткізу үшін осыған мүмкіндік беретін салаларды атады. Олар энергетика, химия, металлургия, ауыл шаруашылығы және машина жасау. Бүгінде Қазақ-Ресей бірлескен 30 жобаны жүзеге асырып жатыр, яғни жұмыс істеп жатыр. Болашақта тағы құны 38 миллиард долларды құрайтын 29 жобаны жүзеге асырып, жаңадан 23 мың жұмыс орнын құрмақшы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Ресей астанасы Мәскеуден.